Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қалам геометриялық фигураларды салуды өтеміз. Қалам блогын пайдаланамыз. Блоктар палитрасынан сол арқылы карандаш нысанын таңдап, спрайт ретінде карандашты аламыз. Карандашпен біз фигура сызамыз. Ол үшін өзіміздің спрайт алып тастайық та, жаңа спрайт, яғни жаңа нысан әкелеміз. Заттардың ішінде карандашты таңдайық, екі рет басып ортаға әкелеміз. Карандашты кішірейтіп қоюға да болады. Кішірейттік. Біз енді жасыл жалауша басылған кезде, яғни программаны орындауға жіберген кезде қандай іс-әрекеттер орындау керектігін қазір бірінен кейін бірін жасайық. Осы блоктар палитрасында қалам деген блоктан, блоктар палитрасы деп аталатын себебі графикалық редакторлардағы палитраға, түстер палитрасына ұқсағандықтан бұны блоктар палитрасы деп атайды. Осы блоктар палитрасынан қалам блогында қаламның түсін орнату деген команданы әкеп қоямыз, скрипт, және де қаламның өлшемін орнату. Бұл жерде түсін таңдайсыздар, бұл жерде қаламның өлшемін қоясыздар. Одан кейін қаламды түсіру. Келесі бізде циклдық әрекеттер, яғни қайталанатын әрекеттер орындалатындықтан біз циклда келеміз, қайталау деген. Бұл бізде шартсыз цикл әрекетті сіздер берген сан бойынша қайталайды. 4 деп жазамыз. Бұл 4 рет қайталау керек деген сөз. 4 рет қандай әрекеттерді қайталайды? Қозғалыстан, 100 қадам жылжу, 1 секунд күту, басқару блогынан. Және тағы да қозғалыс блогынан 90 градусқа бұру. Бұл жерде 15 делінген, біз 90 деп өзгертеміз. Енді орындап көрейік программамызды. Карандаш бізге шаршыны сызып берді. Сонымен біз бүгін блоктар палитрасындағы қалам блогын қалай пайдаланатынын өттік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.